Армысыздар, құрметті көрермендер. Смарт-топ студиясына қош келдіңіздер. Бүгін Смарт-топ студиясының алғашқы жұмысы басталғалы отыр. Бүгін бірінші біздің алғашқы қонағымыз Шымкент қалалық автомобиль жолдары және жолаушылар жолдарының басқармасының басшысы Жолдасов Ержан Жақсылықұлы. Ержан Жақсылықұлы, қош келдіңіз студиямызға. Ең бірінші кезекте бізде қазіргі мынау Шымкент қаласындағы мегаполис болып өзгергелі біршама өзгерістер, рең беріп өзгерістер енгізіліп жатыр. Ең басты жақында ғана Қонаев және Рысқұлов көшесінің бойындағы жолайрық туралы әңгіме шықты. Енді осы жолайрық туралы жобасына тоқталып өтсек, жолайрық жобасының авторы кім? Ол не мәжбүрлікпен бұл Қонаев және Рысқұловтың қиылысына бұны салу? Бұл енді жолайрық бұл 2019 жылдың 18 шілдесінде экспертизадан өткен. Оның проект бар. Бұл мәселе уже шешім қабылданған. Бұның негізгі мақсаты мынау алдағы уақыттағы кептелістерді шешу. Сіздер білесіздер, қазір бізде Қонаев көшесі келешекте үлкен бір магистралға айналады. Өйткені қазір Қонаевтың Түркістан аяқ жағында қазір уже ары қарай жалғасып жатыр. Сол 7 этаппен 2023 жылға дейін ары қарай Ташкент трассасына қосылады. Қонаев даңғылы ары қарай жалғасады. Қазір биыл Қошқар ата ағайын ашу жоспарланып отыр. Сосын ары қарай Терешкова ойын ашылады. Содан Химфармыз кете береді. Уже бір жерлерінде мосттарды салып қойған. Бұның негізгі мәселесі мынау қазір сіздер Колстан өтетін Республика көшесінде қарасаңыздар постоянно кептеліс болып жатады. Ташкент трассасы үлкен. Сол көшені разгрузка жасаудың бірден бір жолы. Сол көшенің біраз автокөліктер ұсақ етеді. Өйткені Ташкенттен келешек Қонаев Бәйдібек бимен ары қарай А2 дейді. А2-дан неге Западный Қытайға қосатын жол, үлкен бір зеленый коридорға айналады. Енді қазіргі бүгін күндегі мәселе қарайтын болсаңыз, қазір кептелістер күннен күнге уже көбейіп келе жатыр. Көбейіп жатыр. Біздің қалада қазір миллион болғаннан кейін, былайша қарасаңыз, әрбір үйде бір машина бар. Өйткені біздің қаладан бөлек, 13 нөмір қарасаңыз, уже облысында машиналар өте көп жүреді. Сондықтан бұл мәселе, бұл көшені бірден бір шешу, ол жаңағы жол айрықты салу мәселесі. Бұл жол айрықпен, конечно, 100% шешу мүмкін емес. Бірақ келесі бұдан кейін де 4 жол айрық тағы да жоспарланып отыр. Ол жаңағы Изюмидегі Арғынбекова, Назарбеков көшелеріне ары кете береді болашақта. Осы 7 этаппен біткен жол, жолақтарды салып бітіп, сондағы бүкіл нелер осы үлкен коридор ертең бітеді. Бұның негізгі бірінші жол айрығы осы. Бұның бас мердігер Базис компаниясы, біз оны білесіздер, өте тәжірибесі өте мол, өйткені Алматы қаласындағы негізгі жол айрықтар сола салған. Енді осыны салу, өйткені бүйтіп келе жатқан кезде, Рысқұлов пен Қонаев болатын болса, Қонаев астымен өтіп кетеді, Рысқұлов көшесі былай кольцовый айналып өтеді. Сол кезде бір-біріне тоқтауы болмайды. Бұл жаңағы кептелісті өте төмендетеді. Одан кейін кептелісті ол жаңағы үйтіп жалғыз бәр қазір сұрақтар туындайды, жаңағы мынау келесі светофорға тоқталады, анасы өтіп, бірақ 4 жолдар түскен кезде бұл кептелістер машиналар тоқтамай өзінің жолын өте беретін болады. Өйткені қазір күндегі қарайтын болсақ, мысалы орта есеппен Рысқұлов көшесі 15 мың атайс жүріп өтеді деген бір күнде былай қарай. Өзінің бір несі 15 мың ат. Енді қараңыз, қазір Қонаев одан 2 есе үлкен несі. Келешектегі мамандардың пайымдауынша олардың күндегі интенсивность где-то 85 мыңға дейін көтерілетін жасап отыр. Өйткені Ташкенттен бір разгрузкалай біріңізде, сондықтан ертең оны 100% кептеліс болдырмау мәселесін бірден бір жол айрық салудың сол. Бір шетінен одан кейін қалаға да көріп білесіздер. Екінші кептелісті шешеді. Негізгі мәселе осы. Басты мердігер осы 15 қазаннан бастап жұмыс бастайды. Бұл мәселе бойынша біздер осы бір аптадан бері, 10 күннен бері қазір бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қала әкімінің орынбасары Масперович та шықты. Біздерде бар телеканал түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Бүгін мысалы менің как басқарма басшы ретінде және Әл-Фараби ауданының әкімімен бірге бүгін қазір Қонаевтағы 89 үйдің несіне көршілеріне түсіндіреміз бұл мәселені. Сөйтіп бүгін мысалы қаулы шыққаннан бастап әрбір үйге уже хабарлама береді. Мысалы жол болғаннан кейін ол жаңағы жүретін жолдары біреудің территориясына кіреді, шығады. Сол где-то 52
участка, земельный участка жүру керек. Солардың бәрін қазір хабарлама тарқатып, уже бүгіннен басталады жұмыс. Қаражаты қанша? Қаражаты 6 миллиард 900 миллион. Ол жаңағы биылғы қаражаты берілгені, биылғысы 550 миллионға. Олар жаңағы 3 этаппен болады. Игеру керегі 550 миллион. Биылға. Өйткені мынау жерде жолдың есінде білесіз, ол жүру үшін, оның астында газопровод бар, трубопровод бар, оларды перенос жасау керек бір қарай. Перенос жасап, биыл соның бәрін, коммуникацияларын бәрін өзгертеді, ауыстырады, соған. Негізгі этап 15 январ мен 15 февраль арасы басталады. Екінші этап ол жаңағы жолды қазып, реттеп, үшінші этапта уже нені құя бастайды полностью. Ол жаңағы проезді 2021-де толық береміз да, 2022-де түсіну керек. 2022-де благоустройство жұмыстары жүргізеді. Қалған кішкене ғана. Яғни қанша жылға созылады? Толық проезд уже 2021-дің соңында береміз отырмыз. Енді 2022-де ол тек қана жаңағы благоустройство, жаңағы сәндеу, нелердің дополнительный пешеходтарды, сондай жұмыстардың бәрі 2022-де болады. Оған өз тиісті қаражат бар. Кезең-кезеңмен. Негізі, Құда қаласа, бәрі дұрыс болса, ол 2021-дің соңында бірінші проезд полный береді. Ал енді осы жол айрық салынады деп әңгіме шыққалы, халықта наразылық тобы өте көп басым, иә? Оны өзіңіз де әлеуметтік желіден күнде оқып та жүрсіз, біліп те жүрсіз. Бұл яғни біздің қалада 4-еу салынады деп отырсыз. Бірінші алғашқысы. Бұл біріншісі. Әрқайсының қаражаты бөлек? Оны бірінші ол қаражатталары енді кезең-кезеңмен отыратын болсын, бірінші қаражат, нақты қаражат отырған, нақты жоба эксперт осы бірінші мәселе. Осы бітпей келесі қаражат нелер басталмайды. Өйткені бір көшенің бір несі көйіп кетеді пробка. Мынаны аяқтап атқанда келесі айрық басталып кетеді. Кезең-кезеңмен жүргіземіз бәрін. Ал енді Қонаев пенен Рысқұлов біздегі Шымкент қаласындағы ең ұзын көше және даңғыл, үлкен даңғыл. Былай айтқанда, кептеліс мәселесі қандай болады? Жолдың екі шетін енді қарасаңыз, қазіргі бүгін күнде біз бұл мәселе қаладағы барлық мамандармен, мекемелердің мамандар, тиісті құзырлы СМО бар, ішкі істер органдары бар, управление транспорт бар, және басқа мамандардың бәрін басын жинап, бұл бойынша рабочий группа құрып, есептеп жасап отырмыз. Өйткені қазіргі пробкаларды қатты болдырмас үшін біздер мысалы бірінші этапта Қонаевтың бір шеті ғана жабылады. Бір шеті жабылады, бір шеті ашық тұрады. Мысалы, егер қарайтын болсаңыз, Қонаевтың бас жағында Ройлға дейін спорт келеді, сөйтіп біз Қонаевтың мына шетіне поворот береміз. Келеді, мына айналып кете береді, чтобы мына жауып тұру үшін. Бірақ бір шетін ғана забормен жауып жатырмыз, қазірге бар көрсеңіз көресіздер. Сол жердегі перенос бітпей, келесі өтпейміз. Келесі мына шет ашық тұра береді. Толық барлығы жабылмайды. Жоқ. Сосын Қонаевтан келе жатқан машиналар, қазір көрсеңіз, қазір стройкасы басталды, мына Ройл апартамент салып жатыр. Соның қасында Байзақ көшесі бар. Содан оңға қарай правый съезд дейді, соған оңға қарай жібереміз. Оңға қарай ол жаңағы келеді да, мынау Дулати, Қазбек би кетер параллельный көшелерге сол кете береді. Бір көше береді. Рысқұлов көшесі қазір жабылмайды. Ол екінші этапта бір шеті ғана жабылады да, бірақ мына шеті стройка құрылыс жұмыстары басқан кезде, сол жағынан біз проезд дайындай береміз. То есть былай қарағанда Рысқұлов толығымен жабылмайды, ол постоянно ашық тұрады бір шеті. Бір шеті ашық тұрады, бір шетін жасай береді. Енді біз нені айттық қой, Қонаевты айттық. Енді біздегі оның Қонаевқа параллель жатқан Дулати мен Қазбек би бар. Бұлардың бәрін односторонний жасаймыз. Бір жақты ғана жүреді. Егер бұрын қарама-қарсы жүрсе, олар 4 жолақтың бәрі бір жаққа жүреді. Мысалы, Рысқұловтан Таукекханға дейін неден түседі Дулатидан, Таукекханнан Қазбек би мен Рысқұловқа қарай көтеріледі. Жолының бәрі жүре береді. Сосын Бәйдібек би көшесінде келе жатқан кезде, чтобы Рысқұловқа қарай разгрузканы шамалы азайту үшін, біз ішінде Баянауыл деген кішкене көше бар. Сол жерде біз односторонний проезд береміз. Ол қазір емес, ол екінші этапта болады. Өйткені бірінші этапта біз тек қана бір шетін ғана, Қонаевты ғана жауып отырмыз. Жарайды, онда екінші этапта айтпай қоя тұрайық, бірінші этапты толық түсіндірме жұмысын өтейікші. Бірінші этапта мысалы қазір кезде одан қалды осы әлеуметтік желі, қоғам белсенділері дәл осы жол айрық бізде пандемияның кезінде керек пе еді деген сауал бар. Өте өзекті. Енді қарасаңыз, бұл енді бағдарлама енгізгеннен кейін бұл пандемия деп күтуге тоже болмайды. Мысалы, бұл бір шетінен адамдарға жұмыс болады қазір. Екіншіден жұмыс тоқтауға болмайды. Өйткені біздің мемлекеттік бағдарламалар бойынша жұмыстар жүру керек. Бұл пандемияны шын айтқан кезде ол қашан әлі
жалғасады ешкім білмейді. Мысалы өзіңіз білесіз, ойламаған жерден 16 наурызда пандемия объявлять етеді, әлі отыр. Қазір екінші кезең күтіп отыр, толып отыр, тағы айтып отыр. Сондықтан бұл күтетін болса, бұл жұмыста болмайды. Мысалы биылдың жылдың өзінде білесіз, қалада бірталай автомобиль жолдары салып жатыр. Салып жатыр. Жолдың барлығы жаңарып, кішкене жақсарып жатыр. Бұл жерде күрделі бар, орта жөндеу бар, жаңағы реконструкция бар, сол жасап жатыр. Оның бәрі қазір бұған дейін болған жолдардың бәрі, мысалы, дорожный карта зайнысы деген болады, мысалы, солмен бірталай адамды қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұл айрықтарды салу тек қана бұл экономика жағынан болмаса кептеліс жағынан тиімді емес. Мен ойлаймын, өзім ойым, басшы ретінде, өзімнің мемлекеттік қызметкер ретінде, тұрғын ретінде ойлаймын, бұл да бір үлкен жұмыс орнын береді осы кезде. Бірталай мердігерлер жұмыс істейді, жаңағы субадрестер. Сонда біраз адамдар осы жұмысқа орналасады, и жаңағы кептелістің де келешек қаланың көркіне де бәріне әсер етеді деп білемін. Сондықтан бұл мәселе бұл тоқтап тұруға болмайды. Бұл жұмысты жалғастыруымыз керек. Кезең-кезеңмен қойып отырмыз. Жоба жарты жолда тоқтап қалмайды ма? Енді қараңыз, ол бәрі бұл сұрақтың бәрі қойып жатыр. Бәрі айтады, ойдан емес, мына қоғамдағы сұрақтарды қойып отырсыз. Шымкентте басталған жобалардың бәрі 3 жыл, 4 жылға дейін созылады деп жатыр. Но бірақ енді бұл қаражаты көбінесе қаражатқа байланысты. Бұл жерде қаражат уже 5 миллиард уже қаражат отыр бұл мәселе бойынша. Биыл 550 миллион отыр. Келесі жылға 4 миллиардқа жуық отыр. Кейінге кішкене қалады благоустройство. Сондықтан ойлаймын, бұл жерде қаражат мәселесі шешілген, бәрі бар. Тек қана бізге жұмыс жасау керек болды. Енді жаңа біз айтып өттік, әлеуметтік желіде біз жаңалық ретінде бұны смарт-топ парақшасында салған кезімізде көптеген сұрақтар келді. Ішінде ең өзекті болып қайталанып отырған сұрақ Астанадағы ЛРТ жобасымен салыстырғандар көп екен осыны. Енді бұған қандай пікір білдіресіз? Енді Астанадағы ЛРТ-мен салыстыруға болмайды бұны, конечно. Оған да қыруар қаражат бөлінді. Енді өзіңіз ойлаңыз, былайша бәрі ойлайды, ойбай, мынанша миллиард сумма кетті деп. Қазіргі сіз білесіз, күннен күнге құрылыс материалдарының өте өркендеп өсіп кетті. Оның долларында бағасы өсіп кетті. Бұрынғы күнмен салыстыруға болмайды барлық нәрсені. Сосын қазіргі бүгінгі күнде жұмыс істейтін топты да табу оңай емес. Сондықтан ойлаймын, бұл жерде қымбат емес, бұл жерде барлық үлкен жоба бұл. Бұл жерде 3 этапқа бөліп жатқанымыз сол. Перенос газдар бар, перенос трубалары бар, одан кейін құю свай бар, оны жер айландырып ол мысалы көбісі салыстырады, обычный жердің астынан өтіп кетіп, үстінен немес. Бұл жерде үлкен кубпен салынатын болғаннан кейін, бұл өте жоба не алады. Сосын оның благоустройство бар, айналасында көгалдандыру, әдемі әшекейлі, оның бәрі осы жерде көзделген. Енді мына Қонаев даңғылының бойында бізде бірінші қабаттың көбісі коммерциялық нысандар. Олардың барлығына кедергі келтірмей ме олар? Енді оны қарасаңыз, шешу қандай болып жатыр? Мына ЖК-биіктің Қонаев жағындағы коммерциялық нысандар мен 89 бидің коммерциялық нысандар. Бұл жерге енді нақты керек, бұның алдары жабық тұрады шарбақпен. Өзінің бір жылға дейін бұл не керек. Мына беттері ЖК-биіктің осы шетіне ешқандай әсері жоқ, ол жақта жүре береді саудасы. Тек қана бір екі үйдің ғана проблемасын алады. Мысалы, Роял несіне спорт комплекс ешқандай әсері жоқ. Ол оны бармайды, ол келе береді. Оларға біз бәріне жолға кіріп шығатын проездердің бәрін біз беріп жатырмыз. Ол жұмыс істей беруге болады. Ол проездермен кіріп өздері ішіне алатын жол. Демек, сіздің айтуыңыз бойынша тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысына ешқандай кері әсері жоқ. Оның жол жаңағы кіретін, көліктің кіретіні, жедел жәрдем, Құдай сақтасын, пожарный МЧС-ның көліктеріне сіздер қарастырып қойдыңыздар. Оны қарастырып қойдым. Ал автобус бағыттары қандай болмақ? Автобус бағыттары ешқайсысы өзгермейді. Сол бойынша жұмыс жасай береді. Егер екінші этапта бір өзгерістер болатын болса, біз тағы да оны қарастырамыз. Пока биыл бірінші этапта болғаннан кейін біз Қонаевтың бір-ақ бетін шамал жерін ғана отрезкін жабамыз. Бұл қалған жердің бәрі өз жұмыс жасай береді. Ендігі бізде мына қоғамдағы, әсіресе қоғам белсенділері деп жатамыз ғой, қоғам белсенділері қызу талқыға салып жатқаннан кейін сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір түсіндірме жұмыстарына өздеріңіз топ құрып, я болмаса мобильді топ дейді ғой, сондай жұмыстарды қолға алып жатырсыздар ма? Біз енді бұл жыл жұмыстарымен кәнеше Әл-Фараби ауданында болғандықтан осы әкімдікпен бірге қазір түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгін мысалы дәл қазір осы бүгін күні кешкі сағат 7-те мынау ЖК биік және 89-шы үйдің тұрғындарына біз кіреміз, түсіндіреміз. Бұл бойынша уже Ғабит Мәуленқұлов қазір уже бәрін объявлениесін берді. Қазір бүгін 7-те барамыз, сол жерде
қай жерде қандай проезд болатын ол кісілердің уайымдап отқандарын мен түсініп отырмын. Бір үйге проезд керек, екі проезден керек. Біз ол мәселесін шешіп жатырмыз. Мысалы 89 үйге келетін болсақ, олар ЖК биіктің қасында өзінің жолы бар, Рысқұловқа шығып кететін. Соны ЖК биіктің қасына жеткізбей біз кішкене жасап жібереміз, поворот. Сөйтеміз, оны сояққа жібереміз. Ол жеңіл машиналарға жібереміз в основном. А енді ол кісілердің талаптары болып отқан жаңағы пожарный бар, спецтехникалар, скорый помощь бар, мусор тасымалдайтын бар. Мен түсініп отырмын. Оларға біз қазір қасында жатқан пустой жер бар. Сол жерден кішкене ашамыз да, еще дополнительно бұл түсіну керек. Мысалы, Қонаевтың Рысқұлов жағынан жабылады воротамен, және алдынан Ройылға дейін жабылады. Осы екі жер жабылады да, бұл жерге екі охранник қояды. Жаңағы базис компаниясы. Сол охранниктермен кеше күні талқыладық та, бұл охранниктер тек қана осы ЖК биікке сол жердегі тұрғындарға қажетті машиналар жібереді. Тек қана грузовой болсын, соларға қандай мәселелер, сол біз тізім жасап, солмен жіберіп отырамыз. То есть проезд, үшінші проезд бұл қарастырып отқанымыз. Сондықтан бұл тұрғындардың ешқандай уайымдайтын ештеңесі жоқ. Мен өзім сол басшы ретінде күнделікті сол жерде боламын. Өзім де сол жердің тұрғынымын, шын айтқанда. Сондықтан ол мәселе біз толыққанды шешуге біз дайынбыз. Бүгін осыны жеке-жеке талқылаймыз. Әрине, бәріміздің де бірінші кезекте жұмыстың жүргені бәрімізге де оңтайлы шешім шығарып отқаны, ол да бізге үлкен әсер етеді. Ендігі жерде біздер істеріңізге сәттілік тілей отырып, ең бастысы соның басына барып көрсек. Көрейік. Жаңағы тұрғындармен сіздердің жүргізген мәмілелі сөздеріңізді, одан қала берді салынатын қай жерде мынандай жол айрықтар, үйлердің арасынан түсетін жол айрықтарын айтып отқан. Соның барлығына біздер басында болсақ. Боламыз. Жүріңіздер, көрейік. Қазір тұрғындар сағат 7-те, Құда қаласа келеді. 7-те бізде аудан әкім келеді. Алдын ала біз түсіндіру жұмыстар жүреді. Қазір бүкіл біздің мердігермен жаңа қосымша нелер осы жерде жинақталып, қазір ақылдасып осы мәселені шешіп жатырмыз. Бүгін мысалы 12-сі 3 күннен кейін бұл уже строительство басталу керек. Не керек, қандай сұрақ керек? Жол қайдан болады бізге шығармау? Жол сіздерде мысалы қазір мына осы жетілдерге қазір 15-те жабылған кезде бізде мынау тұр ба, мына жолға тұр ба? Мынау машина көрдіңіз ба? Сол жерде жатқан неге гильза тастаймыз да, сол жерге біз мына проезд ашып береміз. Мына ЖК биікпен екеуінің арасынан кіреді да, былай Рысқұловқа ашып бересіз, былай Шаймерден екі жақ кете бересіз, былай екі жақ кетесіз. Енді регламент бойынша сұрап жатқан, бір сұрап жатыр, жаңа пожарный безопасность адамдар басқа келу үшін біз енді кеше соны ойластық, 3 вариант болған. Біреуін біз мынау не арқылы жүргіземіз деген жерде. Прайм. Ол прайм жеке кәсіпкер келгенде. Оны тоқтатып. Сосын мына жерде шығарамыз деп ойладық, ол асты обвал болып жатыр. Мына бір бос жерде. Ол болмайтын болды. Сондықтан біз ана тұрған, ана жерде қазір ворота қоямыз, мына жерде, мына Ройылдың жерде, ана жерде. Сол ворота тұрғаннан бастап ояқ жабылады 15 күні. Енді біз екі этаппен жұмыс болады. Сол кезде мына 4 полосаның екі полосасы да мына жетілдерден кіріп шығуына болады да, екі полосасында пока не аламыз. Мына жұмыс біткеннен кейін біз мына жерде жол салып береміз, сразу салып береміз сразу. Енді кіріп шыға береміз. Екі проезд жасаймыз. Мына жақтан Қонаевға шыға аламыз ғой біз. Шыға аласыз. Мына жерде ана жерде екі полоса пока. Только жетілдер ғана. Ана нелер кірмейді. Это во время работы, я? Время жүре береді, иә. А потом біткен кезде біздің үйден Қонаевқа доступ бола ма? Болады просто. Жол. Ол Қарасаңыз, қазылады ма жол? Дұрыс па? мына қараңыз, Қонаев төмен қарай түседі ғой, былай келешекте. Иә. Төмен қарай түседі. Сосын дополнительный полоса ана жерден түседі дополнительный. Сіздердің машина домдарыңыздың бәрі кіреді мынандай неге. Кіріп шығады түседі да. Бұл мынау Рысқұловқа қарай правый съезд береді. Былай қарай. То есть на Қонаева не попадаем? Жоқ, келешекте. Келешек жоқ. Спись. Сізге дополнительный полоса мынау Рысқұловқа кіре бересіз. Хорошо, Вы параллельно будете ехать сверху. Мынау тұрған сізге мына салынатын. Сізден жолдан шығады міне. Мынау шықтыңыз ба? Мынау біздің районымыз. Мына жерден бір проезд тұр, міне бір проезд тұр, кете береді, шыға береді. Мынау келеатқан жол, келеатты көрдіңіз, былай кетеді, былай кетеді. Вот так мы проведем частную территорию. Я мынау ЖК биік. жүресіз. Через 2 года, если проект не закончится, да, айтып жатқан жильцы проблемасы.
завтра не будут эти запрещать ездить там. Вот что проблема вот. Енді сол жерде тұрған Не, сейчас пока я тоже здесь. мына қазір 15-тен бастап жаңа тағы да айтамын не жабып қалады бізде мына жолда ешкім жүрмейді енді мына 4 полоса 2 полосасы цемент жолда жүріп мына жерден сіздерге пожарныйға жер машиналар тұрғызуға береміз пока мына екі этапқа бөліп Енді тағы бір сұрақ. Мына жерде газопровод, водопровод өтеді ма жоқ қазіргі жағдайда бар ма? Кім жоқ? өтеді, енді өтеді. Енді өтеді. Он кім проектировщик? Можно вас на секунду? Подрядчик, да, вот. Вы мне скажите, пожалуйста, вот какое расстояние должно быть от сетей до жилого дома? Не более 5. Не более 5, да? Лично сіздерге мен жеке басы ешқандай шаруам жоқ. Мына мемлекеттік қажетті жер алыңыздар, бізге доступ жасап беріңіздер, арақашықты анықтап беріңіздер. Болды. Мына застройка бола берсін. Біз оған қарсы емес. Ал енді Серғали мырза, мынау ең өзекті мәселе деп сіз өзіңіз бірінші қозғадыңыз да, мынау развязка дейміз ғой, жол айрықтың. Қазіргі мынау жиыннан өзіңіздің көңіліңізге қонымды не ойыңыздағы мәселелеріңіз шешімін таба алып жатыр ма? Енді 90%-ға шешім табылған сияқты. Өйткені мен салық төлейтін орысша айтқанда налогоплательщик. Иә. Мен салық төлеймін ба? Мемлекет қызметкерлер сол арқылы айлық алады. Çünkü мен сондай талап қоюға мен правам бар. Мына 10 адам болсын, 50 адам болсын, 100 адам болсын, мына үйдің адамдары Қазақстан азаматтары. Иә. Біздің өз құқығымыз бар, біздің талаптарымыз менің ойымша заңды. Өйткені әрбір ғимаратта тұрғын үй болсын, басқа ғимарат болсын, оған екі заезд болу керек. Біреу негізгі, ол основной, екінші пожарный. Bir жағдай болып қалса, төртінші өрт, басқа жағдай болса, екінші заезд болу керек. Иә. Қазір алда Құдай сақтасын пандемия келе жатыр. Басқа жағдайлар біз сондай нәрсеге дайын болуымыз керек. Енді бірақ сіздерге уже салып беретін жолдың барлығын түсіндіріп айтып көрсетті қазір, иә? Иә, көрсетті. Жақсылық қылсаң халыққа бір қайырымын аларсың, жамандық қылсаң халыққа жапанда жалғыз қаларсың деген қазақтың дана сөзі бар. Ендеше халықтың пайдасына жұмыс жасап жатқан баршаларға сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыз сәтті өтсін.